Мен Құдайбергенова Нұрсұлу. Тасбөгет, Қызылорда қаласы Тасбөгет қыстағында тұрамын. Менің балам Құдайбергенов Қазбек жазықсыздан жазықсыз 1 жыл қамауда отырды. 1 жыл дегенде міне балама жазықсыз 17 жыл бас бостандығынан айырып отыр. Мен бұған қарсымын, бұл билікке. Баламның еш жазығы жоқ, кінәсі жоқ. Әке шешесін, бала шағасын, семьясын асырап, өзімен өзі өзінің кәсіпкерлігімен айналысып жүрген балам еді. Жазықсыздан жазықсыз осы қаңтар оқиғасына байланысты осындай 17 жыл жазаны тағып отыр. Мен бұған қарсымын. Бұны судья Думан Әлиев, прокурор Сариев деген прокурор жазықсыз жала жауып осындай 17 жылды тағып отыр. Ешқандай сот залында 6 ай сот болды. 6 ай сотта менің көргенім, өзімнің түйгенім сол сот залынан ешқандай айтып отқан адвокаттардың сөзінде жөнді судья тыңдамайды. Ешқандай тыңдамайды. Өз жерде бірдеңе деп айтайын десек бізге ешқандай тыйым салып тастаған сөз бермейді маған. Менің баламды жазықсыздан жазықсыз осындай жала жауып 17 жылға беру маған анасына оңай болып отырған жоқ. Балам 3 баласы бар, әйелі бар. Әйелі де науқастанып ауырады. Бұл баланы қамаған кезде әкесінің қайтқанына 3 жыл болған, 3 ай болған. Сол кезде қаңтарда 22-де қамағанда міне баламды осындай 17 жылға адам тіпті жан түршігерлік осындай жағдай біздің Қызылорда облысында осы судья Әлиев деген осындай жазаны тағып отыр. Мен бұған қарсымын. Балама бостандық, төбеде бір Алла бар. Алла көріп тұр. Не істеп отқанын ол кісілер әділ шешім қабылдағанын талап етем. Әлде Аллаға жалбарынам, төбеде бір Алла бар. Олардың да ұрпақтары, балалары бар шығар. Алла асықпайды. 3 баламның көз жасына менің көз жасымды көрсін деп талап етем.